Өнеркәсіпті дамыту қорының қолдауымен Баян Сұлу Қостанай кондитерлік фабрикасы өзінің өндірістік қызметін кеңейту және жаңғырту жөніндегі жобаны табысты іске асырды. Бүгінгі таңда Баян Сұлу еліміздегі кондитерлік өнімдер өндіретін ірі кәсіпорындардың бірі болып табылады. Зауыт 40 жылдан астам уақыт бойы өз тұтынушыларын дәмді және сапалы өнімдермен қуантады. Зауыттың көптеген өндірушілерден түбегейлі айырмашылығы какао бұршақтарын өңдеуіне арналған жеке жабдықтары. Сондықтан барлық шикізат какао майы, какао ұнтағы және үгітілген какао осында өздігінен өндіріледі. Жоба шеңберінде қордың инвестициялары вафли өнімдерін өндіруге және кондитерлік өнімдерді буып-түйуге арналған. Сондай-ақ өндірістік қуаттылығы жылына 1947 тоннаға жететін швейцариялық жабдықтарды сатып алуға бағытталған. Көрсетілген қолдау шараларының арқасында компания инновациялық технологиялар мен жоғары технологиялық жабдықтарын енгізе отырып, жаңа өндірісті табысты іске қосты. Жобаның негізгі мақсаттары тек ішкі сұранысты қанағаттандыру ғана емес, сонымен қатар ішкі және халықаралық нарықтарда бәсекеге қабілеттілікті арттыру болды. Кәсіпорында 1500-ден астам адам жұмыс істейді және Ресейге, Германияға, Украинаға, Қытайға, Өзбекстанға, Әзербайжанға, Қырғызстанға, Түркменстанға, Тәжікстанға экспортқа сатылатын 300-ден астам жоғары сапалы өнім өндіріледі. Танымал брендтің артындағы зауыт керемет өндірістік мүмкіндіктерге ие. Өнеркәсіпті дамыту қорының қолдауымен жүзеге асырылған түрлендіру мен жаңғыртудың табысты жолы жоғары сапалы өнімдердің ассортиментін кеңейтіп қана қоймай, сонымен қатар өңірді дамытудың өзіндік қозғалтқышына айналды. Жоба біздің өндіріс саласындағы тәжірибемізді байытып, сондай-ақ өнеркәсіпке арналған инвестициялардың елдің тұрақты өсуі мен өркендеуінің негізгі факторы ретінде маңыздылығын атап өтті.